Aba limonad, baba yogurt, limonad деген да. Өмір өтіп жатыр деген короче. Тым қызық жоқ. Ол маған менің видеоларым лайк басылмайды, я подписаться болмайды. Мен видео қоймасымнан алдын басқа видео қойған едім, басқаша түрлі контентті жүргізген видеоларым бәрі өшіп тастады. И былай болды короче. Менде 364 подписчик бар еді. Бірақ андай видео істеп атпан. 362 подписчик болды. Адамдар өзі жақпайды, контентін түсінбеді. Просто мен өз өмірімді сөйлесіп отырмын. Давай, мен өз контентіміз рожандығы үшін маған лайк басың, подписаться басың. Бұны келесі достарыңызға көрсетіңіз. Мұны жақсы, нормально, ұсына қолдай берейік дегендей алды. Давай, басайық. Кейінен бұл істерді ешкім, короче, сенбейді. Еш адамды сен мынандай затты істеп кетесең деп ешқайсысы сенбейді ешбіріңізге. Сіздер яқшы, сен мысалы қара, саған айтып жатыр. Сен бұл затты істей алмайсың, неғасаң бұл затты, оны басқа зат қылса дейді. Сіздер содан қайта мотивация аласыздар. Ауа, мен соны істей алмаймын. Қоя берсіңдер. Бірақ сіздер соны істеуге әрекет етіңіздер. Әрекет, нәтиже болады. Сіздер оларға көрсетіп қойыңыздар, не қолдарыңыздан келеді оған. Мен солай істей жақпан. ютубыма не келетінін істей жақпан, көрсете жақпан. Маған айтқандар болды, сен бұл бизнес, ямысы сен ютубты ештеңесі білмейсің. Қалай сен ютубқа видео түсіресің? Качествосыз, я монтажсыз, нормально емес, монтажлар деп айтып жатыр. Маған бәрі. Сен не десеңіз де маған бәрі. Мен өзімнің істейтін нәрсемнен ешқашанда қайтпаймын. Бұған солай. Короче, мен киім дүкен ашпақшымын. Бірінші бизнесім туралы айтқанмын. Бірінші видеомда, екінші видеомда айтқанмын. Соған қолдау беріп кетейік. 12 просмотр жинағанда. Одан алдын кеше салдым. Кеше емес енді. Кешен алдың оны салды. Ол видео ертең шығатын. Видео салды. 6 просмотр жинаған. Я лайк жоқ, я комментарий жоқ. Вообще-то не істеу? 60 қалғым. Давай лайкты басамыз. Әттүйшейінен басып подписаться боламыз. Менің келешегім үшін бұл тарау керек. Айтқанлар маған. Мен именно неге ютубта Қырғызстанның адамдарын вообще қолдау, Өзбекстан контентті қалай істеп барды. Оларға даже мистер Бистің бірінші видеоларында осындай монтажсыз видеоның обложкасына ештеңе қоймай, даже қойып обложканы бірінші басылғаннан бастап. Менде көрсін. Ал мистер Бист бірінші видеодан бастап нормально жинаған бірінші интервьюінде айтқанда сен ютубқа 100 видео қоймағайсың, сен ютубер емессің. Мен содан мотивация алып, соның үшін мен әр күні видео қойып бармақшымын. 100 күннің ішінде 100 видео қоятын боламын. Мен былай істей жақпан бір видеомда мектептің спортшының әрекетін білесің. Ақыры Әлиханов, мистер Бист істеген затларды мен де Қарақалпақстанда істеп көрмекшімін. 8 бала, ямасы 10 бала тауып, 2 ямасы 3 видео алып жүретін балалар қойып, домалақ болады, соның ішіне шығып кетпеуіңіз керек деп. Білеме олар қиын емес, оларға отыра беру ансат соның ішінде де. Соның үшін мен олардың шарт беріп шығамын, қалай сол видео түсірсем, қалай қайсыңдар деген мен ешкім көрмейді видеоны.
Бәрі кімге айтып жатсаң ол? Екі адам айтып жатсың ба? Хотя бы екі адам көреді. Олар сенің классың балалары, я болмаса жоралары, я болмаса танысың, көруі мүмкін. Һәм комментарийге вообще жазып отыр. Яхшы, сүрек деуді мүмкін. Қолдаймын. Ал сені басқа адамдар қолдамаса, бәрі тиын емес, сен сүре бересің. Короче, не үшін мен үшке алып отырмын. Videolar hızlı болып барады. Videolарды вообще видеос көріп кеткен соң аналардың қалай істейтінін, қандай контент жүргізіп жатқанын көріп кеткен соң ютуберлер қандай контент қызықты челленджлерді көріп шықтым да. Оның ішінде шыққан сөз «Аба лимонад, пабриоло ебанат» деген. Солай уақыт тез өтіп жатқан жоқ, адамлар. Сен өтіп жатыр, дұрыс алдынан 17 сағат деп анықтаған. Көрдіңдер ме басқа кәмді? Короче, басқа кәптен, басқа кәпті орап кетіп отырғасың ба атак? Және үшіністен. Солай. Сіздерге не айтып берейін? Сіздерге кейін видеоны өтіңізді қалай қалам? Анам подписывайтесь. Көрдіңдер ме? Бұл менің бірінші мінезім. Айта беруге болмайды негізі. Өзің видеоңда маған подписываться, анау қыл, лайк бас деген видеоңыз қызық емес, уже қызық емес болып қалады адамларға. Вообще қызық емес. Қалуы мүмкін да. Соның үшін бұл видеоға лайк басамыз. Короче, солай. Короче, қалай? Енді видеомда менің үшінші бизнесім бұл не ойлайсыңдар комментарий жазатын адамдар жоқ, сол үшін айтып кете берген дұрыс. Бұл компьютер сервис анау мынау деген компьютер сервис бойынша айтып кететін боламын. Тезірек 1000 адам жинай алсам зор болады ғой еді. Себебі ол маған мотивация. Елетіп видеоды монтаждауға һәмде қолайлы шариғат болса басқа жерлерде алып баруға. Тек мынандай бір комнатаның ішінде отыру емес менің. Адам жинай, мен басқа ютуберлер ұқсап челлендж түсірейін. Оның үшін сіздердің қолдауыңыз керек. Бұған пайда ештеңе жоқ бұл өмірде. Сіздер үшін не істеп жатыр? Сіздер үшін емес негізінде, өзің үшін де бастаған контенттің ісін басқаша болып бараттым. ютубқа келген мақсатым өзім менде аккаунтымды дамыту, һәм өзім істеген затларымды көрсету, һәм көрсеткен затларымды реклама қылу, һәм сіздерге қолайлы бағада сату. Һәм де білесіңдер, ютубтан пұл табуға болады. Соны бір көре жақпа. Бір жол адамдар айтады, американский аккаунт ашпасаң сенің бәрі ютубтан ақша келмейді. Һәм сен американский, английский тілінде сөйлемесең бәрі пайдасы жоқ деп. Мен көрдім видеоларды, өтірік па рас па білмеймін, сіздерге де айтып берейін. Короче, айтқанда сен Қазақстаннан аша берсең болады, бірақ сен ашқанда сен американский, яғни басқа мемлекеттің адамдары көрсе, саған бәрібір төлене береді. И 1000 подписчик, и 4000 сағат жинау керек. Болмаса бәрі пайдасы жоқ екен. Сондықтан мысалы 100 видео қойсам, мен әрқайсысын бір адам көргенде де бір 5 минуттан есептағанымда да 100 видеоны бір адамнан 100 адам 5000 сағат болу, 500 сағат болуы мүмкін. 500 сағат емес, 500 минут. 500 минуттың где-то бұл жерде көрсетіп қойған адресі болады деген. 500 сағаттың жоқ. Себебі ауызға келген кәпті сол артта жидуға короче. Видеоларыма басына реклама қоймаппын. Себебі рекламадан пұл табуға болады дейді. Бұл видеода реклама
Ya mesela mahsulot neyse isletilgan deb qo'yasan. Videonun astına yazsangiz, to'ldirangiz. Balki modani to'ldirib qolar degan umiddamiz. Okay. Mening video slay bo'lib, birdan cho'zilib ketdi. So'ng uchun kesib sizlarga qiziqli şeyler degan o'ydan. Пока.